Қайырлы күн біздің оқырмандар. Бізде бүгін Жеңіскүл ханым қонақта. Жеңіскүл ханым, кішігірім өзіңіз туралы айтып жүрсеңіз, біздің оқырмандарға таныстырып өзіңізді. Мен Алтынбекова Жеңіскүл, білім саласының ардагерімін. Қазір зейнеткермін, үйде отырған. Мен өз негізі ағылшын тілінің маманымын. Ғани Мұратбаев деген мектепте, бір мектепте ғана жұмыс істеп, сол жерден зейнетке шығып, қазір көп жыл болды үйде отырмын. Балаларым неге екенін білмеймін, осы менің ізімнен жүріңдер деп ешқайсысына немерелерім айтқан жоқпын. Осы немерелерім бәрі менің соңымнан ағылшын тілінің маманы болып еріп келе жатыр. Енді осы мамандықты алыңдар, сен мен ұқсап мұғалім болыңдар деп ешқайсысына айтқан жоқпын. Бірақ балдарымның қызығушылығы басым болды. Өз балдарымда өзімнің 4 балам бар, ол өз балдарымда менің мамандығымда жүрген ешкім жоқ. Немерелерім ағылшын тілінің мамандары. Раушан Амангелді деген қызым, ол ағылшын тілінің маманы. Қазіргі кезде ABC деген өзінің ағылшын тілі оқытатын орталығын ашып, сонда жұмыс істеп жатыр. Еркін деген одан кейінгі балам 11 класты Flex деген программамен Америкаға өтіп кетіп, 11 класты Америкада оқып, одан қайтып келіп ағылшын бөлімінде оқып, ол да бітіріп, қазір ағылшын тілінің мұғалімі 23 мектепте сабақ береді. Ең үлкен қызым, үлкен немерем, ол Америкада 3 жыл болашақ программасымен барып оқыды. Қазір Астанада шетелдік компанияда жұмыс жасайды. Ал енді қазір осы балдардың тілеуін тілеп отырған әжемін. Шөберелерім бар. Шөберелерімде де қызығушылық мол ағылшын тіліне. Кейбіреулері келіп, менің жанымды қоймай сұрап отырады. Мынау қалай болады әже? Мынаны қалай оқимыз? Мынау қалай болады? Шамам келгенше әлде де олармен бірге отырып сабақ жасаймын. Жолдасым мәдениет саласының басшысы болды, көп жыл мәдениет басқармасының бастығы болды. Амангелді Жұматаев деген кісі, қазір енді ол кісі өмірде жоқ, бірақ артындағы ұрпақтарын өзім, әбекең екеуміздің осы ұрпақтарымызды мақтан тұтамын. Бәрінің де білімге құмар болғанын, өздерінің жақсы бастарын алып жүріп, бір-біріне қамқорлығын, адамгершіліктерін, біздің өзіміздің қазақтың ұлттық дәстүрін қатты сақтайды. Сондықтан өзімнің балаларыма, немере шөберелеріме ризамын. Жалпы осылардың тілеуін тілеп отырған зейнеткер әжемін қазір. Енді Жеңіскүл апа, мен сізге бір ертеректеу кездегі бір сұрақ қойсам. Жолдасым қызметкер болды деп жатсыз ғой, сол жолдасыңызбен қалай таныстыңыз? Жас кезіміз ғой. Ол кезде мен педучилищенің 4 курсын оқып жүргенмін. 7 класстан кейін педучилище оқыдым. Соның 4 курсында жүргенде 1 май, 7 ноябрь деген біздер үшін үлкен мереке болатын. Ол кезде сол 1 майда паркке бардық. Паркке барғанда педучилищеде общежитиеде тұрамыз. Топ-топ болып жүреміз, ол жеке жүру деген бізде жоқ. Оның ішінде менің өзім сол көбіне қорқақтауымын. Көбіне кітапханада кітап оқып отырып қаламын да, сәл уақытым болса анда-санда ғана көшеге қыздармен бірге шығатынмын. Жеке жүруге сол заманда неге екенін білмеймін, қорқатынбыз. Онда бір түрлі әңгімелер болып жатады, қазірде сән-салтанат жоқ. Ой, ана жерде бір бой жатқан қызды басып алып қашып кетіпті, ананы таксимен алып кетіп қапты, басып алып кетіпті, отырғызып қойыпты деген әңгімелерді естеймін да, мен содан қорқам ба, білмеймін, түнге қарай далаға шығуға көп қорқатын едім. Педучилищенің ішінде іс-шара көп болады, енді одан қалмаймын, активистка болдым, өте жақсы оқыдым, енді ол жағынан мақтана аламын, енді менің қатар оқығандарымның көбісінің көзі тірі қазір. Содан 1 май күні паркке барып, онда бір таныс би билейтін алаң болатын. Сол алаңға бір қасымда подружкам әнші қыз, енді өте жақсы әнші. Сол екеуміз
қатар тұрдық, ар жағымызда бір 10 шақты қыз болып бардық. Сөйтсем, біреу маған желкемнен қарап тұрған сияқты өзімнен өзім ыңғайсызданамын. Өйткені ол мерекеде әйтеуір үйімізге, үстімізге бір тәуір бірдеңе киіп, сөйтіп баратын әдетіміз тұғын, шыт көйлек болса да, сол өзімнен өзім ыңғайсызданамын, біреу маған тесіліп қарап тұрған сияқты. Сөйтіп жаңағы жолдасымызбен екеуміз жұртпен бірге билейік деп қозғала бергенімде, екеумізді екі жігіт келіп ұстай алды. Содан маған келіп билеген кісі енді маған шамалы ересектеу көрінді ма, түрі кәрістерге ұқсайтын қара қысық көз кісі екен. Бұрын мен көрмегенмін еш уақытта да. Содан кейін екінші рет биледік, үшінші рет әйтеуір қайта маған келе берді. Қасымдағы әнші досым, соның алдында Лушникова менен бір қазақ жігіт үйленді. Лушникова деген ақын бар, орыс қыз, білесіздер ме, қазір тірі ғой әлі. Сол Лушникованың комсомолдық тойы болып үш жерде. Сол комсомолдық тойда менің қасымдағы әнші досым Әзира ән айтты. Сол тойға барып ән айтқан ғой. Сонда бір жігіт баянда сүйемелдеп тұр екен. Ол сурет сол кездегі комсомолдың газеті, жаңағы қазір енді жастардың газетін сол кезде не деп атайды, комсомолдың газетіне оның суреті шықты. Осы жаңағы досымның баянмен сүйемелдеп өлең айтып тұрған сол тойдың бір бетін тойға арнаған екен, Лушникованың тойына. Сонан жаңағы қасымдағы досым айтады, ана жігітті мен танимын, сенімен билеп қайта биге шақырып жүрген. Өткенде біз екеуміз жаңағы жасалашқа, ол кезде жасалаштың аты басқа жоқ, соған суретіміз шыққандағы баянist жігіт қой, комсомолда жұмыс істейді. Мен бұл кісіні білем, бірақ ол сені шақырып тұр ғой, қайта дейді. Білсең, өзің сөйлесіп, танысып, не де берсейші, мен бұл кісіні бірінші рет көріп тұрмын. Енді менен 5 жас үлкен екен, мен ол кезде осыны ерексектеу деп ойладым енді. Сол күні не керек, әйтеуір сол кісі мені шығарып салды. Сол бірталай достарымызбен шығарып салды. Ертеңде мен сізге келем дейді. Уақытыңыз көп па, менде неміз бар дейді. Сөйтсем, не келген жігіттердің бәрі сіздің мазаңызды ала беретін бе? Мүмкін мен сізге ештеңе айтпайтын шығармын, қарындас ретінде көргім келетін шығарды. Уақытыңыз бос болып, қарындасым дейтін болсаңыз рұқсат, басқа ойыңыз болса өре болмаңыз дедім. Содан ертеңіне де келді, ары күніне келді. Соның аяғы екеуміз 2 жыл жүріп, сөйтіп үйлендік. Мен одан кейін институтқа түсіп кеттім. 2 курс бітіргенде тұрмысқа шықтым. Аллаға шүкір, ол кісі енді нағыз менің ойымдағы азамат болды. Ол кезде комсомолда жұмыс істейді екен. Кейіннен білдім ғой, институт бітіргенде 2 жыл болған екен. Жаңағы менің 5 жас үлкендігі бар екен. Енді ол кісіні білетін кісілер елде әлде де бар, ол да өзі енді нағыз жайсаң, нағыз азамат жігіт болды енді. Сондықтан енді ол кісінің өмірден озғаны да 11 жыл болды. Әлде де ойыма түссе, көзіме жас келіп қалады. Қимастық сезім деген осы шығар деп ойлаймын. Бізде өте жақсы сыйластық болды. Мен махаббат деген сөзді мен сыйластық деп түсінемін. Енді осы махаббат деген сөздің де жастар қадірін кетіріп баратқан сияқты. Сүйем, махаббат деп жаңағы осындай жақсы айтылады да, ол тек әшейін сөз жүзінде қалады. Ал біздің өзіміздің сезіміміз, енді білмеймін, мен бұл бір енді керемет сезім ғой деп ойлаймын. Ол бір-біріміздің бетімізге жел болып тиме, енді қатарымызда көріп жүргендер үнемі айтатын, Қыз Жібек пен Төлегендей болып жүресіңдер деп. Енді бала шағаның алдындағы ол кісінің жауапкершілігі, менің алдымдағы сыйластығын мен айтып тауса алмаймын. Жігіттердің бәрі осындай болса екен деп тілеймін. Өйткені мына қыздарым, немерелерім өскен кезде бәрін салыстырып отырам. Жоқ, шүкір, бұлардың ішінде де жақсылары бар, көңілімнен шығып жатады. Балдарымды, қыздарымды бақытты деп есептеймін. Алла бақтарын ашсын, ұзағынан өмір сүрсін. Женская апа, педучилище деп жатсыз ғой, алғашқы оқуға түскен оқу орныңыз педучилище. Педучилище деген ол мықты ұстаздар дайындаған жер. Базасын мықты қалайды, иә? Айта алмаймын. Керемет қой. Студенттер бұл қатарына түсер кезіңізде өзіңіз неліктен ағылшын тілін таңдадыңыз? Ол кезде неміс тілі де, француз тілі де болған шығар. Бізде жоқ. Именно біздің групп өзі ол кезде шет тілін беретін мұғалімдер өте аз. Бізге Әмір Тоқбергенов деген, енді жатқан жерің жайлы болсын, енді сол ұстазымды ұмытпаймын.
кейіннен институтқа барды, кандидат наук болды. Ол кісі Гагарин интернатында сабақ береді екен. Сонда бізге часовых болып келеді. Бір группаны, бір класты екі бөледі. Біреуміз ана группа оқып жатқанда ойнап жүреміз де түнде оқимыз. Сондай ауысып тұрамыз. Адам жоқ, напарник жоқ ол кісіге. Менің қасымдағы группа, олар француз тілін оқыды. Оны Вильская деген орыс академика оқытып жүрді оларда. Бізді Тоқбергенов деген ағылшын тілін. Сол кездің өзінде енді әйтеу көзіміз ашық па білмеймін, енді Америка енді ол 60-шы жылдардың басы ғой. Америка құрама штаты біз көргелі гремейт етіп келе жатыр ғой. Сондықтан да ойлаған болуымыз керек. Осы негізі дүниежүзінде ортақ тіл осы болады деп. Біз ағылшынға қарай ұмтылдық. Бұнымыз енді бұнымыз жаман болған жоқ деп ойлаймын енді. Енді осының аяғы мінекей ұрпақтарыма жалғасып, ұрпақтарымның өзі жаңағы өз-өзінше ағылшынша сөйлесіп кетіп жатқанда, менің бір екінші не тілім сияқты мәз болып қалам балдарым сөйлеп жатқанда. Солай болды. Француз бен ағылшын қатар болып, мен ағылшынды оқыдым. Жеңіскүл апа, жаңа жолдасым қызметкер болды деп жатсыз ғой, өзіңіз ұстаз болдыңыз. Сол кезде бала тәрбиесін, отбасында міндетіңіз қалай жасадыңыз, қалай барын ұстай алдыңыз? Енді отбасы дегенде барлық негізі ауыртпалық көп жағдайда әйел адамға түседі, мен білем. Ол өзімнің 4 баламнан басқа менің қолымда енем болды, күйеуімнің анасы менің анам ғой. Ол кісі өзі былайынша басқа сауды денесі. Ірі адам аяғы ауырады, қозғала алмайды. Өзі толық кісі отырып қалған. Мен келгенде 65-те екен. Сол кісі 90-ға дейін менің қолымда 25 жыл отырды. Біздің кухняны көрмей, ол кісі өмірден өтті. Бәрін алдына барып дайындап берем. Ол кісі әйтеу балдарға әй-шәй деп отырыңдар деп отырады, енді үлкен кісі ғой. Кететін болсам, ол кісіге өзінше тамақ, бір жаққа кететін болсам, балаларыма бөлек тамақ, өйткені ол кісі үнемі диетамен тамақ ішіп отыратын. Сондықтан менің 2 газдың үстінде үнемі 2 тамақ қайнап тұратын. Менің енем еш уақытта қорған нәрсе жемейтін. Сондықтан балдар оны ұнатпайды. Балаларға бірдеңе істеп, бірінші тұра салып, сол тамақтарын дайындап. Біздердің мектебіміз Ғани Мұратбаев өте үлкен мектеп емес. Ағылшын тілі 5 пен ол кездерде 10-шы кластың 11-ның арасында жүреді. Кейде 2 мезгіл кетіп қалам, кейде түсте келе алмай қалам, үйдің арасы бірталай жер. Сонда бәрін дайындап, ерте тұрып, столдың үстіне бәріне қойып, енемнің шайын термосқа қойып, алдына апарып қойып беріп, сөйтіп дайындап барып кететін. Әбекең енді жолдасымның жұмысы, енді мәдениет саласының жұмысы үнемі кешкісін болады көбіне. Сосын оларда жаңа сенбі, жексенбі деген жоқ, іс-шараның бәрі сол уақытта болады. Сосын ол кісі өзі басқарып тұрған кезде алдында орынбасар болды, одан кейін басшы болды. Ол кісі үнемі бұл елге бәрін әкелмейтін, Аралдан бастап, Қазалы бәріне осы яқтан өзінің қызметкерлерін алып, барлық іс-шараны сол ауданның өзінде оларды сабылтып осы жаққа көшірмей қояйық деп, іс-шараның бәрін сол ауылдың өзінде өткізетін. Сондықтан кейде апталап үйде болмай қалады. Балдар папам қашан келеді деп сұрап жүреді, папа өзі келетін беді, қашан келеді, қайқа кетіп қалды деп. Балдар көбіне әкесін көрмейді қалатын кесі болатын. Түнде келсе азанда ерте жұмысқа кетіп қалады. Ал сол кісі сол бұрылмай жақсы жұмыс істесін деп, енді барлық нәрсені мен өз мойныма алатын едім. Өзім мойныма алатын. Өйткені ол кісінің уақыты болмайтын. Егер ол артына қарап бәріне айналысып жүрсе, мүмкін ол өзінің жұмысында ақсап қалама деп мен соны қорқып, бар жағдайды бірінші күйеу жолдасыма жасап отыратын едім. Сол кісінің жағдайы болсын деп. Сөйтіп өттік. Арамызда енді ол сыйластықты енді мені айтып таусалмаймын ғой енді бар. Сондай ауызбершілікте, сондай сыйластықта, жолдасым өзі жайма-шуақ кісі болатын, кісіге қатты келе қоймайтын, ашуының өзін тежеп отыратын, сондай сабырлы, өте енді жақсы азаматтардың бірі болды. Сондықтан барлық уақытта сол кісінің абыройын сақтап отырып жүрдім. Жеңіскүл апа, тағы бір сұрағым бар. Бала тәрбиесіне келген кезде ең негізге нені қойдыңыз? Бала тәрбиесіне келгенде менің өзі 3 ұл бір қызым болды.
ер балдарды көбіне қаттырақ ұстайтынмын. Ол кезде мынау Әуелбеков деген бір мықты ағамыз болды ғой, керемет басшы болды облыста. Республика әлі осы уақытқа дейін айтып таусылмайды ғой. Соның тұсында менің жолдасым мәдениет басқармасының бастығы болды. Сонда даже не қылатынбыз, характеристика баратын мектеп, неге әр мектепте оның баласы оқыған адамдардың балалары қандай оқып жатыр, тәртібі қандай, менің өзіңе обкомда істейтін кісілердің, обкомда істеп жүрген кезінде. Сонда сондай жерлерде бір әкесіне ұят кеп қала ма деп, көбіне балдарға қатаңдау болдым ау деп ойлаймын. Менің 3 баламның өзінің 3-еуінің белгілі жұмысы болатын. Оларға кейде оларды көрмей қалсам, ол кезде соткадегі жоқ, қағазға жазып, біреуің магазинге барып керек жарақта келесің, оны өздеріне белгілі. Ол кезде сүтте мынандай үйге кеп тастамайды, ол жұртқа тұрып аласың. Қаты айран дегендерді. Біреуің әжеңе қарайсың, үй тазалайсың, біреуің жаңағы үйдің жұмысын тазалап, үйдің тіршілігін істейсің. Көшеде зеңіп жүргендеріңді мен көрмейтін болайын. Сосын сабақтарыңды оқисыңдар. Соны өзім ойлаймын, өте қатаңдау болдым ба деп. Балдарым сол жаңағы, әсіресе соңғы 2 балам бәрі орыс мектебінде оқыды, бұйығылау болып өсті да енді. Мама, не айтасыз, жалтақтап отырады. Бір қызым болды, ол қызым кішкене еркелеу болды да, ол емін-еркін жүріп өсті енді ол. Бір қызымыз алдында қайтыс болды да, сол екінші қыз әйтеуір ауырып сырқап жүріп 11-ге келдірді, ол кішкене еркелеу болды. Ол енді вольная птица емін-еркін жүретін. Менің балдарым сол ұяңдау болып, балаға мен өте қатаңдау болдым. Сонда папаның абыройына кіргетіп қалады. Ананың баласы өйтіп жүр, ананың баласы бұрышта темекі шегіп тұр, ананың баласы біреулермен жағастасып жүр деген бір бәлені біз естімейтін болайық. Осындай сияқты қайта-қайта звондап, қаяқта не істеп жатсың, контроль жасап отырушы едім. Сонан да болар деп ойлаймын, балдарым өте тәртіпті болды. Енді ол қаталдығыңыз жақсы жағынан көбірек пайдасын тигізді. Пайдасын тигізді. Енді жаңағы, енді көп жағдайда ортасынан көріп жатады бұзық болған балдарды. Сосын ойбай көшеден үйренді дейді. Негізі менің ойымша үйдің тәрбиесін ештеме ауыстыра алмайды. Үйдегі тәрбие, ата-ананың арасындағы сыйластықты көріп өскен бала. Менің балдарым еш уақытта біреу жаман жаңағы лақыт сөз айтпайды да, сонда кейде айтым, өз-өзімен енді орысша кейде ұрсыңқырап нетіп жатады, енді сөзге ты дурак бірдеңе деп айтып жатады. Сонда кейде біреуінен айтам, сендер осы орыстың балдары жерге ручкасы түсіп кетсе, иногда не матерятся, соны молодцы, соны үйренбеген. Оны біз айтсақ, сіз біздің тілімізді кесіп аларсыз дейді. Сіз біздің тілімізді кесіп аласыз ғой. Біз оны күнде естіп жүрміз, бірақ өзіміз айтпаймыз. Білеміз ондай сөздерді біздерде деп айтатын еді. Соны ақыры айтпай-ақ өсті. Айтпай-ақ өсті солар. Оған ешқандай бұзықшылық жасамай, бұйығылау болып өсті. Әйтеуір қазір өз арбаларын өздері сүйретіп әрқайсысы бір үй жүріп жатыр. Енді сол балаларыңызға берген қаталдығыңыз, немерелеріңізге қалай жасадыңыз? Қандай тәрбие бердіңіз? Немерелеріңізде менің байқауымша жаман тәрбие көрген жоқ. Енді немерелерімді мен енді не деп айтсам екен, бір досымыз айтып еді, немере деген ол кісінің баласы ғой. Осы ойнап айтқаны ғой, енді өзінің баласының баласы ғой. Немере деген кісінің баласы ғой. Енді немереге келген кезде өзім қартайыңқырап қалғандықтан ба, сосын олардың соншалықты қолтығымызға кіріп кетеді жаңағы. Немерелеріміздің өзі үлкен немерелеріміз әбекеңді папа, мені мама дейді. Сондықтан оны тіпті немере деп ойлағам да жоқпын, өзімнің балаларым болып кетті кейбіреулер. Сондықтан оларға жұмсақтауда болдым. Сосын білмеймін, алдындағы әке-шешелеріне, ағаларына, апаларына қарады ма, балдарымның да тәртібіне өзім ризамын. Енді оның біреуі мына жерде енді Раушан дейтін менің қызым. Раушан тура өзі айтады, мен осы тура әжемнің ізімен жүріп келе жатырмын. Әжемнің жасында тұрмысқа шықтым. Әжемнің жасында ағылшын тілін бітіріп мұғалім болдым. Әжем сияқты мен де 4 бала тудым деп қазір маған бәріне келіп маған сала береді. Алланың бергені ғой, бәрі де ол менің әжеден емес қой. Сондықтан ойлаймын, осылардың алдында осыларға үлгі болды деп ойлаймын. Енді осылар бізден тәрбие алғандықтан ба, қазір барған жерінде де ата-енесін қатты сыйлайды, жолдасымен арасындағы сыйластықтары жақсы. Енді жас болса да бір ұжымды басқарып, өзі жеке меншік жұмыс істеп жатыр.
Осы кішкентай қарлығаштарымды мақтан тұтам. Енді әйел бойынша сұрақ қойғым келіп тұр сізден. Әйел адам өзі отбасында, енді отанасы, иә, өзіңіз үлкен әулеттің отанасы, шүкір Аллаға. Енді сондай сіздің кезіңіздегі әйелдер, иә, одан кейін сіздің балаларыңыздың кезіндегі әйелдер, және де қазіргі кездегі жастардың кезіндегі әйел адам отбасында қандай болып деп ойлайсыз? Айырмашылық бар ма? Айырмашылық, адам бір адам, ауа бір ауа, су бір су, кеңістік бір кеңістік дегенмен адамда қазір адамның пиғылында өзгешелік бар. Біздерде енді ол кезде жалпы қоғамның өзі ой, өткен ғасырда мынандай едік, өткенде мынандай еді, кеңес дәуір мынандай еді, мына жер мынандай деп айтқанға мен кейде өзімнің көзқарасым әртүрлі. Мен ойлаймын, ол кезде де бір азғантай айлық алатынбыз. Мысалға, оған біздің қолымызға ештеңе түспейтін. Өзіміз алғашқы жұмыс істегенде 80 соммен жұмыс істедік. 2 рет аламыз, 40 сомнан 2 рет аламыз. Сонда жаңағы бірде май тауып аламай қаламыз, бірде магазинде ет болмай қалады. Жаңағы бірдеңе болса жүгіріп сол жаңағы дүкенші магазиншілерге жалынышты боламыз. Олар екінші барғанда саған теріс қарап қалады. Ол заманды біз көрдік енді. Ол кезде үй болып жаттық қой енді. Ал егер қазір жұмыс істеймін деген адамға жеке өздері бастап кетіп ашамын десе ашып жатыр. Оқимын десе мүмкіншіліктің бәрі болып жатыр. Енді жастар мен қазір бақытты деп ойлаймын. Бізге қарағанда бұлардың несібесі молынан. Қазір мысалға бір кезде біреу бір көлік мініп жүрсе таң қалсақ, қазір ана жерде бір базарда тұрып сатыпты, картоп сатып тұрған адамдарда да дәл сол машинаны олар да мініп жүр. Өйткені еңбек еткен адам әйтеуір соған несіне жетеді, өзінің арманына жетеді. Бірақ енді адамның арасында мысалға енді біздер мұсылман халықпыз, соның үстінде шығыстық енді мұсылманбыз ғой, қазақтарымыз өте жақсы халықпыз. Бірақ енді жастардың арасындағы көп нәрсе маған кейде ұнамай жатады. Сүйдім, күйдім деп керемет болып үйленеді. Ол үйлер керемет қылып кредит алып тұрып, оны үйлендіріп тойды жасайды. Ал екі сөзге келмей солар ажырасып кетіп жатады. Қазір енді оның жаңағы ажырасудың процентін айтқан кезде менің жүрегім күшіп кетеді. Біздің жас күнімізде де ол жетіспеушілік болды, бірақ соған онша мән бермейтінбіз. Біз барына шүкіршілік деп, ештеңені білдірмей, сыр білдірмей жүре беретінбіз. Содан кейін енді осы ата-аналардың арасында да жаңағы әсіресе қыз балдарға, енді қыздар келіншек болып бір жерге барғаннан кейін, қазақтың қызы болғаннан кейін, қыздың өзінің кезінде өмір басқада, келін болған дәуір ол басқа шаңырақта аттағаннан кейін, ол ана кездегі еркеліктің бәрі үйде босағада қалып кету керек. Менің ойымша. Ол босағада қалу керек. Ана жақтың өзінің, сол үйдің өзінің несі бар, соң ұстанымы болады, әркімнің өзінің ұстанымы болады енді. Сондықтан соған адам икемделу керек сияқты. Екі сөзге келмей ажырасып жатады. Сонда кей жағдайда осы біздің енді келіндеріміз, сіңілдеріміз іштеме қылмайды, қайтып кел. Ішіме сыйған балам сыртыма да сияды. Оған көнбеу керек. Мен осы сөздер маған қатты әсер етеді. Қайта, мысалға біз енді кейде ертеректе жаңағы бірдемеге шамалы ішімізді өкпелесек, аналарымызға оны айта алмайтынбыз, маған ренжіп отырмын деп. Өйткені сол үйде игеріп кетпесең, мен сені апарып берген жоқпын саған, оқып жүріп өзің тұрмысқа шықтың, сол үйде игере алмайтын болсаң, несіне бердің? Неменеге не етіп отырсың? Сен өзің адамсың ба? Кімсің? Не? Кеттің ғой, өзің кеттің ба? Сен ештеңені маған жаманшылығын көрсетпе. Сен тек үлгілі келін болып, жақсылығын ғана көрсет деген сөзді айтатындар. Біз даже аналарымызға осындай әңгімені кейде сол қатардағы жалғыз мен емес, сол кездегі менің қатарластарым ешқайсысы бізде мынандай болып жатыр деп біз артық әңгіме айта алмайтын едік. Бәрінің тігісін жатқызып, әдемілеп, жоқты да білдірмей, жаңағы жоқтан бар жасап, соған мәз-майрам болып, соны ішіп жеп, мәз болып жүретін едік. Сол өмірлерді әлі аңсаймын. Бірақ қазір енді адам байыған сайын осындай бола ма білмедім ғой енді. Халықтың пиғылы өзгеріп кеткен сияқты ма. Лайында ел тыныштық болсын, аман болсын бәрі. Бірақ шамалы адам қанағат ұстап, сабырлық сақтаған дұрыс сияқты. Өйткені біз қазақпыз, біз мұсылман халықпыз. Біздің ата-бабамыз бізді осыны етіп тәрбиелеген о бастан.
қызға 40 үйден тыю деп, біз осы атымыз шығып кетпесін деп жаңағы жаман жағымызды көрсетпейік деп тырысатын едік. Осы шамалы адам үш жағын ойлау керек сияқты. Ағылшын тілін енді неше жыл болды қазір изучать етіп бастағаныңызға? 61 жылдан. Педучилищеде оқыдым 61 жылдан. Педучилищені бітіргенде 9 класстың учебнигін бітіріп барып түстім институтқа. Сонда А, Б деді алфавитті оқығандармен бірге оқыдық. Бірінші курста ойнап жүрдім машина. Өйткені, 64 жыл болды. Иә. Ол кезде біз мектепте өте бізді жақсы оқыды. Жарылқап Біргенов деген кісіні айттым ғой. Жатқан жері жайлы болсын. Сол кісінің арқасында нан жеп жүрміз деп әр кезде айтып. Ол кісі өмірде жоқ. Қазір кейін институттың мұғалімі болды. Сонда енді соншалықты бізге жаңағы сабақты ойнатып жүргізіп оқытатын. Ойын түрінде бастайтын сабақты. Қақайтып біз отырғызып қоймайтын. Сондай ойнап жүріп оқитынбыз жаңағыны айтатынымызды айтып жаңағы. Солай етіп қызығушылығымыз басым болды. Содан бір 8 қыз бір группадан 8 қыз бардық та институтқа түсіп кеттік. Біздер өте жақсы оқыдық. Сол кезде ана ауылдан келген ағылшын оқымағандар алфавиттен бастадық. Сосын олардың бізге жетем дегенше біз енді бірталай жерге барып қалдық қой. Ал енді мына зейнетке шыққаннан кейін үйде енді балаларға үйретуден бөлек басқа ағылшын тілін тастап кеттіңіз ба, әлде практика жасадыңыз? Не қылдым? Мен пенсияға за выслугу лет шығып кеттім. Өйткені үйдің жағдайы солай болды. Біздің сол 98 жылы реформа пайда болды, зейнеткерлікке байланысты. Сол реформада жұмыс істеп жүрген кезімізде бізге жаңағы сол кезде мен реформа болды да мен пенсияға уже шығып алғам жаңағы 25 жылдықпен. Сол кезде былай деді, 30 жыл болған екен жұмыс істегенде. Сендер үшін жұмыс істесеңдер пенсия төленбейді. Неғысаң онда жұмыс істейсің. Екеуін бірдей бізге төлемейтін болды. Сол кезде мен бірден шығып кеттім. Өйткені келінім экономист, жақсы маман өте. 2 баламен отырған кезі болды, өзіміз үй салып жаттық. Содан кейін мен жұмысқа шықсам деп енді 90-шы жылдар білесіздер ғой, ауыр кезеңдер ғой, ол олай жүріп жүрді, Қытайға дейін барып келіп жүрді. Сосын үйге адам керек болды. Сол кезде ойладым, мен онда келінге жол берейін, келін жұмысқа шығу керек болды да, жас қой. Мен осы пенсияға шықтым ғой, выслуг летпенен. Ол кезде 25 жыл доғдырларменен мұғалімдерге бардығын. Ол заң кейін атмен болып кетті, жоқ болып кетті. Мен ол кезде 30 жыл жұмыс істеген екен, 25 деген мен выслуг лет деп шығып кетіп қалдым. Содан кейін үйдің қасында екінші мектеп, ол не ғой, с углубленное изучение английского языка. Тереңдетіп оқытатын мектеп қой, оның программасы совсем басқа. Соны мен ағылшын тілін мұғалім екенімді білді де, көршіміз ғой, сол жерге көшіп бардық біз. Балдар өзінше кітабын алып келіп тұратын болды. Кішкентай балдар сол екінші мектептің. Енді біреуден біреуге істейді ғой, ағылшын тілін мұғалім екен деген. Содан бастап мен репетитор болып 10 жыл істедім. 10 жыл репетитор болғанымда менің Раушаным кішкентай қыз, сол қасымда жүгіріп жүреді, ручкамды әперіп, дәптерімді әперіп қасымда жүріп жүреді, сонда бәріне көзін салып отырады екен ғой осы. Кейіннен мен де осындай ағылшын тілді мұғалім боламын деп кейін тықылдап пысықтау болды, сөйлеп шықты. Мен өзім білесің ғой, жақсы оқу ол үшін дедім. Сол кездегі, сол менің тіршілігімнің бәрін, даже балдардың дәптерлерін төмен басып, отырып тексеретін дейін жағдайға кетті сол кезде. Өзде оқиды мектепте. Содан қызығушылық басталды ма деп ойлаймын. Балдарым бәрі ағылшынға қарай оқып кетті сол кезде. Кейіннен енді оны 10 жылдан кейін қойдым, өйткені көзім дұрыс көрмей. Әуел катаракт болды, оның глаукома болды, көзден нетпесін. Балдардың обалына қаларым деп көзім шұқшиып отыра беруге жарамайды. Сосын қойып кеттім. Әйтпесе 10 жыл жұмыс істедім. Үйде отырып істедім. Ал енді мына немерелеріңіз әсіресе Раушан ағылшынды оқимын, осы маман боламын деген кезде қолдау көрсеттіңіз? Қолдау көрсеттім, қуандым. Өте жақсы қуандым. Өзі де былай сонда өте сергек болды. Сосын былай алдына мақсат қойғыш, соған жеткенше тырысады, өзінің қанында сондай не бар енді. Біздің енді семьямызда өзінің мамасы да, папасы да, әбекең де мен де бізде өте жақсы оқыдық деп айта аламыз. Сондықтан біз жаңағы о бастан кітап жинаған,
сондай үйлерміз біздің ол мүмкін үйімізде дүние болмауы мүмкін жас күнімізде кітаппенен өсті осы балалар кітаби болды бәрі де сонан кейін ол мынау тұқым дегенді ген жібермейді ғой сондықтан балдарымыздың бәрі өте жақсы оқыды жаңағы қайда барып оқиын десек анау бұдан кейінгі бала бірден Қазақстан бойынша 5000 бала флекске тапсырғанда 10-шы класс бергенде соның ішінде 50 бала кеткенде менің балам 16 жасында Америкада бір жыл енді 16 баланы кеткенде жылап та қалдым өзім өтті дегенде 3 турдан өтті 3-ші турдан көпке дейін хабар келмеді өтпей қалса екен деп 16 жасар немеремді қимай жүргенімде Алматыдан звондайды поздравляю ваш внук прошел деп ойбай әрі қуандым әрі бір уақытта ой сені қалай жіберемін деп жылап та қалған кезім бар сол Индиана деген штатта бір жыл оқып 17-ге келді ғой қазір ол ағылшын тілі маманы енді оның сөйлеген сөзіне қарап отырған кезімде енді мына английский средада болу дегеннің өзі де совсем басқа нәрсе ғой ол енді өзім қуанып қызығып қарап отырамын түкіріп қоямын өзіне қоя жүріп сосын ол постоянно заниматься етіп отырады құлағына киіп алып тек ағылшынша сөйлейді үйде енді бір тост айтып жібер бірдеңе десең енді қазақша оқытқан балам қазір орыс класстарына сабақ береді қазақшасынан гөрі орыс тілі мен ағылшын тілі басым можно по-русски дейді ғой жаңағы тост айт десем можно немножко по-русски дейді ал айтамын сен 11 жыл біз қазақша оқыттық қой осы десек енді білмеймін сол тілге деген құштарлық енді склонность к языку деген барлық уақытта болады өзі кейбіреулер қанша тілін бұрағанменен бола бермейді а кейбіреулерге өзі жеңіл беріледі ағылшын тілі орыс тілі болсын орыс тілінде кейбіреулер басып сөйлейді а кейбіреулер сөйлегенде мүдірмейді өз ана тілінен артық сөйлейді ол адамның қанында болады ал енді мына қыз немерелеріңіз шетелде оқиын ба деген едіңіз шетелге барып оқығым келеді білім алғым келеді қызым неден болашаққа өтіп кеткенде де енді ойландым ғой қатты ойландым ол кезде оның Раушан уже тұрмысқа шығып қойған ол апасы үлкен ойбай ау енді біздің қазақтың қыздарында әйтеуір любой енді біздің өзіміздің қазағымызда енді басқа ұлттарда бар шығар бірінші ана болу балалы болу дегенді біз енді мен мүмкін ескіше ойланатын шығармын соны айттым өзінен кейінгі Раушанның уже бөпесі бар ол институтта оқып жүргенде үйленіп қойды сөйткенде жоқ мама барамын деді енді қайтесің былай бағыңдаршы деп жібердік сол 3 жыл оқыды ғой Нью-Йоркта оқыды 3 жыл сонда енді қорқатынмын әлде қалай болады тіл біледі өйткені ағылшын тілін біліп отқасын енді ол тіл білетін адам ана жағындағының ұлтына кейде қарамай қалатын кез болады мен содан қорыққан кезім болды ау ең болмаса мұсылман халықтар кездессе екен деп жүрдім да сонан енді біткеннен кейін айтады мына жерде оңға төменгі қызметкерлерге жақсы бітіргендерді алып қалып жатыр мама қалсам қайтеді ойбай қалма кел елге енді Қазақстанның бір қара жігітіне күйеуге шықсай сол кезде қызым 27-28-ге келіп қалды сен ана болуың керек балалы болуың керек уақыт деген зырғы өте шығады ертең байқамай да қаласың деген сөздерді айттым сол келді да сол Астанада жүріп Петропавлдың шетінде үйленіп қазір 2 бөпесі бар шетелдік компанияда жұмыс істейді жағдайы жақсы өзім тасқа деп отырамын өзінің абыройы менен әйтеуір жақсы етіп шығарып салды қызым өте жақсы жағдайда тұрады қазір күйеуі бизнеспен айналысады Раушаным осы жерде оқып жүріп өте жақсы оқыды соныменен жаңағы Польшаға ілініп кетті ғой сол екі арада енді мына күйеу баламыз өздері бірталай уақыт жүрді білеміз енді құда түсіп келіп алып кетті бұны қалай қыламыз деп жүргенде ол кісілер сол келіншек болса да біз оқуға жібереміз дегенді айтты енді ол кісілердің күйеу баламның ата енесінің бұл жағында түсіністікпен қарағандығын жақсы адамгершіліктерін мен атап айтқым келеді соныменен Раушанымыз оқуға Польшаға кетті ол кезде онша іші білінбейтін қайтып келгенде ректор айтыпты ғой Раушан олжасыз болмапсың ғой жақсы жағдайда қайтыпсың ғой деп уже осы жақындағанда келді сол баласы қазір 6-шы классқа өтті Раушанның енді Раушан ешқандай да неден жұмыстан бейнеттен қашпайды ол ойына бір мақсат алдына мақсат қойды ма соны ол орындау керек осыны ашу керек болған кезде осы жанталасып жүріп осыған барын салып кішкентай балаларында жаңағы уақытылы емізуге уақыты жоқ сөйтіп жүріп ашты шүкір жаман болған жоқ қазір 8 жыл болды енді одан кейін енді осы 4-ші бөпесін Ернұрды босанарда кеше оны айта берейін бе
Қайсысы? айлтсы. Айта бер. Иә. Осы жазда Ернұр 4-ші бөпесін туатын кезде мен айлтс дегені бар ғой бұлардың. Соны тапсыруым керек дейді. Ойбай-ау, сенің күніңде жақын ғой, жоқ іштемей алмайды. Енесі менен бүкіл балдарымен Алматыға кетті. Күні жақын өзінің. Сол жаңағы олар санаторийде жатты. 3 баласына енесі қарап жатты. Өзі сол айтады ғой, қатты қиналып жүрсе де күн әйтеуір ысымай тұрып, сол неғып тапсырып жоғары бала алып келді. Онда да соны келді де 1 аптадан кейін 4-ші бөпесін босанды. Енді мысалға жаңағы екіқабатпын, аяғым ауыр деп отыруды бұл онша білмейді. Мен кейде айтамын, осы асыр-тасыр болып көп жүресің, абайлаш айналайын. Сүрініп табынып, бала тәрбиесіне де қара, күйеуіңе де қара, енең бар үйіңде десек, соның әйтеуір бәріне үлгіріп жатады енді. Оған Аллаға шүкіршілік деймін. Қазір центрінің жұмысы да жаман емес. Оның өзім үйдің қасында, біз жақын жерде тұрамыз, сол жерде. Оның бәрін көріп жатсыздар өздеріңізден. Өткенде ашық есік күн өткізді, оған да барды. Не айтамын енді, Раушаныма үлкен бақыт тілеймін. Алла бағыңды ашсын деймін. Алдыңа қойған мақсаттарың орындала берсін. Алла ұзақ ғұмыр берсін, ұлтыңның басы аман болсын. Көп жағдайда азаматы, жолдасы, қанат айналайын, көп оған қамқорлық жасап, түсіністікпен қарап отырады. Сондықтан Құдағайға рахмет айтамын. Ал енді Жеңіс апа, сізден әңгімеміздің соңғы жағына бір күшті кеңес сұрасам деп отырмын. Осы кәсіпті, үйді, бала тәрбиесін, отбасын барлығын бірге алып жүрген қыздар көп қой, қазір өзіңіз айтып жатсыз, қазіргі жастар деген несібесі күшті деп. Сол үлкен барлық нәрсе қолжетімді кезде барлығын қалай, кейбіреулер болады, отбасын жоғалтады, ажырасып жатады сондай кесірінен, жұмыс басты болып кетеді, қызмет болып кетеді. Соның барлығын бірге баланста ұстау үшін бір кеңестеріңізді айтып жүрсеңіз. Енді ол кеңес дегенде бәріне уақытты бөліп отыру керек қой. Уақытты далаға жібермеу керек ешқандай. Уақытқа біз, негізі уақытқа біз бағыныштымыз. Ал сол бағынышты уақытымызды біз барынша ықшамдап, соны реттеп, бүгінгі нәрсені ертеңге қалдырмай, ол жаңағы үйдің тіршілігінің бәрінде кейінге қалдыра берсең, ол да жақсы емес. Ол енді әйел үйге қарамаса, жолдасының жағдайын жасамаса, балаларға қарамаса, жаңағы бәрі де дұрыс болмай қалады ғой енді. Сондықтан бұның бәріне уақытты үнемдеп отырып, бәрін ақылменен салыстырып отырып, бүгін мынаны былай қылсам, мынау ертең былай болса, ар жағынан мынаны былай істесем деген сияқты алдыға бәрін жаңағы жоспар жасап отыру керек қой. Жоспарлап отырып қана істемесе, мен енді күн деген өте береді деймін. Ол еш уақытта да бүгінгіні ертеңге қалдырып, бүгін мен бет-аузымды жөндеп келейін, мынау тұра тұрсын, мынау киімді ертең өтектермін, мынау ертең жинармын деген нәрсе болмайды. Ол деймде бәрі кетіп қалады ғой жаңағы. Бәрі де әлгі малда баққанға бітеді. Сондай ғой өзі. Өзің тіршілігінің бәрі өзің істеп, өзің мықты болсаң, уақытыңды әдемілеп пайдаланып отырсаң, сол кезде ғана болады. Ол жібере салып, кішкене қисайып жатып тұрайын дегеннің өзі кейде болмай қалады. Сондықтан уақыттың қадірін білу керек адам. Уақытты жоспарлап, әдемілеп пайдалану керек. Сөйтіп отырып, кейде семьяда түрлі әңгімелер болып, реніш болып, семьядан айырылып қалу деген. Енді бірінші әйелдің бағы меніңше семья деп есептеймін мен. Ана болу керек, ол күйеу болу керек, ана болу керек. Балаларың сөйтіп жүргенде әдемі болып өседі өздері. Осы уақытты құр жіберіп алмауымыз керек қой. Ол ертең істермін, сосын істермін, қарамасақ күйеу жүрер деген сөз ол болмайды. Күйеу де сенің өзі келешек өзіңнің жаңа балаң ұқсап кетеді ол. Ана алғашқыда өзіңмен қатар болғанменен ол да саған қарайды, бәрі саған күні түсіп тұрады оның да. Сондықтан оларға да жағдай керек. Біз енді сол өзімізді көбірек ұмытыңқырап кетіп барып, қазір ғой енді өзіміз жинағанымыз жасау кезімізде өзімізге қарауға уақытымыз онша болады қойған жоқ деп ойлаймын мен. Рахмет көп. Сендерге айналайын, аманшылық тілеймін. Шүкір, жақсы заман, жақсы, ер аман, жұрт тыныш болсын. Бұнан артық не жоқ, заман жақсы заман. Еңбек ету керек, жалқау болмау керек.
Сондықтан жаңағы халықпенен бірлесіп жұмыс істеу керек, тіл табысу керек, адаммен сыйласу керек. Сондықтан бір адамның қолынан ештеңе келмейді. Мінекей бір-біріне қамқор болып, жаңағы осылай жүрсеңдер, жақсы әрі қарай өмір жалғаса береді. Өмір деген қызық қой. Адамға бір-ақ рет беріледі өзі. Кімге қанша беріледі, оны бір Алла біледі. Сондықтан бақытты болыңдар. Әумин.